Қайырлы күн. Біз Жарма ауданы Қалбатау ауылы Абай атындағы көпсалалы мектеп гимназиясының даярлық сынып оқушысы Мұратова Дилдара. Бүгін біз қызымыз екеуміз эко ойыншық дайындайтын боламыз. Біздің ойыншығымыздың аты епті қолдар деп аталады. Ол яғни оқушылардың ептіліктерін арттыруға бағытталған ойыншық болып табылады. Ол үшін бізге арнайы картон қағаз, мата, арнайы кесілген көбелектер, таяқшалар, ыстық клей, қайшы және де бөтелкенің қақпақтары керек болады. Келесі біздің дайындаған эко ойыншығымыз ол ақылды есептегіш құрал деп атадық. Яғни бұны жасау үшін бізге арнайы түрлі түсті қағаздар, картон қағазы, бөтелкенің қақпағы және түрлі түсті маркерлер және де қайшы қажет болады. Енді 6-дан 4-ті азайтамыз. 6, мына жерге азайту белгісі. 4, мына жерге 4-ті табамыз. 4-ті таба ғой. 4, тең неше болады? 2. Жақсы. Енді 2-ге 2-ні қосамыз. 2-ні тап. 2 қосу деп жазамыз. Қосу 2-ні табамыз. 2-ні тап. Тең неше болады? 4. Молодец. Осындай дайын қиындыларды пайдаланып, аны артына жабыстыру арқылы және де таяқшамызбен бөтелкенің қақпағын пайдалана отырып, ортасынан бекітеміз. Сол кезде бізде еркін айланып тұрады. Ортасынан кез келген сандарды жазып, есепті шығара берулеріңізге болады. Біз қызымызбен бос уақытты қалай тиімді пайдалану керек екендігін көрсеткіміз келді. Сіздерге пайда болды деп ойлаймыз. Назарларыңызға рахмет.